Ертеде байлығы асқан, бірақ мінезі қатал бір хан болыпты. Оның 3 қызы бар екен. Үшеуі де ақылды, көрікті, өнерлі болғанымен, хан олардың шынайы жүрегін сынап көргісі келіпті. Bir күні хан қыздарын шақырып алып, «Маған шын көңілдеріңмен қалай қарайсыңдар? Мені қалай жақсы көресіңдер?» деп сұрапты. Үлкен қызы: «Мен сізді әлемдегі ең асыл зат алтыннан да қымбат сүйемін» депті. Хан қыздың жауабына риза болыпты. Ортаншы қызы: «Мен сізді күмістен де қымбат көремін» депті. Хан оған да риза болып, маңдайынан сипапты. Ал хан ең қатты жақсы көретін кіші қызы ойланып тұрып, «Мен сізді тұзды қаншалықты жақсы көрсем, дәл сондай жақсы көремін» деп жауап беріпті. Хан бұл сөзді қорлық көріп, «Тұз деген немене? Мен сонша тұздай ғана қадірі бар адаммын ба?» деп ашуланып, уәзірлеріне «Мынаны елден қуып жіберіңдер» деп бұйырыпты. Қыз ештеңе демей, көз жасын төгіп, елден кетіпті. Дегенмен жақсылыққа жолығып, бай әрі мейірімді бір кемпір шалдың үйінде тұрып қалады. Бірнеше ай өткенде хан үлкен той жасамақ болады. Ел жұрт жиналып, мол дастархан жайылады. Хан тағамдардың әрқайсысын аузына салып көрсе, дәмсіз. Сорпа дәмсіз, қазы дәмсіз, қуырдақ дәмсіз. Хан ашуланып, «Бұған не болды? Неге дәмсіз?» деп айқайлайды. Аспаздар: «Хан ием, сіздің бұйрығыңызбен бір күн бұрын тұзды түгел алып тастағанбыз. Тұз жоқ жерде дәм болмайды» дейді. Сонда хан кіші қызының айтқанын түсініп, «Қызым мені тұздай жақсы көремін дегені ең шын, ең таза сүйіспеншілік болған екен» деп қатты өкінеді. Хан елге жар салдырып, кіші қызын іздетеді. Арада біраз уақыт өткен соң, уәзірлер оны тауып, ханға алып келеді. Хан қызын көріп жылап жібереді. «Қызым, мен сені түсінбедім, мені кешір. Сенің сөзің ең дұрыс сөз екен» деп құшақтайды. Әкесі кешірім сұрайды, қызы кешірім береді. Хан қызын үлкен құрметпен сарайға қайта кіргізеді. Кейін кіші қызы ақылды, мәрт жігітке ұзатылып, ел ішінде тұздай таза жүректі ханша деп аталыпты. Бұл ертегі адамға ең керекті нәрсенің бірі тұз екендігін, яғни қарапайым, бірақ өмірге қажет құндылықтарды бағалай білу керектігін үйретеді. Кейде ең шынайы сүйіспеншілік ең қарапайым сөздермен жеткізіледі.